14 жасқа толған балаларға арналған. Асаке, ассалаумағалейкум. Қалай жағдайыңыз? Уағалейкум ассалам. Жақсы ба? Қалайсыз, амансыздар? Бәрі жақсы, мен де. Биали спорт дүкендер желісіне барып сіз таппай, осында дегесін артыңыздан жүгіріп келіп отыр. Сұхбаттасуға шақырайын деп едік сізді. Құдай қаласа. Енді бұнда не қылып жүрсіз, не мәселемен? Бұнда мен баламды осы спорт түріне алып келсем ба деп отырмын. Жалпы енді қашаннан бастап? Бүгін, ертең? Ертеңнен бастасақ па деп отырмыз. Іске сәт мықты спортсмен болсын. Ал енді өзіңізге байланысты сұрақтар бар еді, ашық сұхбатқа дайынсыз ба? Көрейік. Енді бірінші сұрағым надан бастағым келеді, Асаке. Үлкен кәсіптің қасында жүрсіз. Енді үлкен кәсіпте жүріп, спортпен шұғылдануға уақыт бар ма? Шынымды айтайын, негізі уақыт табу қиын, уақыт жоқ. Жалпы енді өзіміз кезінде бұндай спортқа ештеңе болмағаннан кейін баламды алып келсем, баламды осы жерге тастасам деп үміттеніп жатырмын. Ендеше іске сәт сұхбатымызды бастасақ. Армысыздар, қадірменді көрермен, эфирде Көшбасшы KZ бағдарламасы. Бүгін бізде қонақта Биали спорт дүкендер желісінің басшысы Асхат Шаукенбаев. Көшбасшы KZ. Шаукенбаев Асхат Қасымұлы 1985 жылы 7 тамызда Қызылорда облысы Сырдария ауданы Іңкәрдария ауылында дүниеге келген. 1991-2000 жылдар аралығында нөмірі 191 орта мектепте оқып, 2000-2004 жылдары Исатай Әбдікәрімов атындағы Қызылорда аграрлы техникалық колледжін техник электрик мамандығы бойынша аяқтаған. Жеке кәсіпкер, сауда-саттық саласында 2004 жылдан бастап еңбек етіп келеді. Отбасылы 3 баланың әкесі. Аймағымыздағы бұқаралық спортты дамытуға, мемлекеттік жастар саясатының табысты жүзеге асуына, оның ішінде жастар арасындағы спортты дамытуда өлшеусіз үлес қосып келеді. Сондай демеушілікпен аймағымызда қала тұрғындары, жастар және жас өспірімдер арасында велоспорт спортынан, дзюдодан облыстық турнирлер дәстүрлі түрде өткізіліп келеді. Сондай-ақ дәстүрлі түрде әуесқойлар футболы лигасына тұрақты түрде қолдау көрсетіліп келеді. Биылғы жылдан бастап аймағымыздың мақтанышы Қайсар футбол командасының да негізгі демеушілерінің қатарында. Қоғам игілігі жолындағы белсенді жұмысы үшін Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың алғыс хатымен марапатталып, халық алғысы медалімен наградталған. Асаке, жалпы өмірлік принциптеріңіз қандай? Қағидаларыңыз өмірде ұстанатын? Жалпы өмірде енді кәсіпте де принципім жалпы қоғамнан не алам емес, қоғамға не бере алам деген мақсатта жұмыс жасап жатырмыз. Қолдан келгенше елге қызмет, болашақ өскелең ұрпаққа қызмет. Біз енді әркім өзінің уақытымен сыналады. Бізге жалпы осы беріліп тұрған уақытта ертең біз сұраламыз. Осы кезде не істедің, қолыңнан не келді, не бере алдың деген. Сол сұрақтарға жауап беретінде осы қызметті жасап жатырмын. Енді жаңа өзіңіз айтып кеттіңіз да, қоғамға не бере алам деп ше. Жалпы енді қоғам белгілі бір деңгейде дамиды, белгілі бір деңгейде құлдырайды. Енді қазіргі қоғамның дамуына не жетпейді деп ойлайсыз? Менің ойымша, қоғамға қазір жетіспейтін дүние ол жасампаздық көбейіп кетті. Адамда шыдамдылық таусылып бара жатыр. Еңбек етсе артынан қайырымын тез күтеді. Сол нәрсе жетіспейтін сияқты. Яғни табандылық пен шыдамдылық жетіспейді. Табандылық пен шыдамдылық жетіспейді. Енді өзіңіз отбасылысыз, әкесіз. Біз сияқты жас әкелерге қандай кеңес бересіз өзіңіз? Өмірдің ағымы былайша енді тоқтамайды. Ол таң атса кеш батады. Сондықтан соның арасында уақыт тауып, жалпы айтады ғой, балаң тәрбиелеме, өзің тәрбиеле. Өзің балаң жанында көп болып, осы істеп жатқан дүниелеріңді көрсете білсең, ол да бір елім, жерім дейтін азаматты өсет деп ойлаймын. Яғни өзің патриот бол, сосын балаң патриот болады дейсіз ғой? Обязательно, ол әрекетпей қой, менің өзім кішкентайымда енді әкеміз қызмет қылды, соның папкасын арқалап өстік. Сонда бір айтылатын сөздер бар еді.
елге қызметтен артық ештеңе жоқ деп. Оның енді жалпы енді бір үлкен бақыт қой. Асеке, елге қызмет демекші, сізге елге жасап жүрген қызметіңізді білеміз. Бірақ оны өзіңіз онша айта бермейсіз. Көбіне жариялай бермейсіз, оны айта бермейсіз. Енді бүгінгі бағдарламаға шақырудың себебі сол бір жағынан сізді таныстыру емес, жалпы еңбегіңізді елу, осылай халықта, елде осындай елдің жанашыры бар екенін көрсету болып саналады негізгі мақсатымыз. Енді осы жерде сұрақ, көптеген шараларға демеушісіз, көптеген спорттық шараларға демеуші боласыз әрдайым. Көбінде сізге өздері ұсыныспен шыға ма, демеуші болшы деп, әлде өзіңіз демеуші боласыз ба, қалай? Бұлайынша енді әр кезде әрқилы. Біреулер өздерінің ұсыныстарымен келіп жатады. Кейбір кезде енді ұсыныстарын тыңдаймыз, кейбір мақсатын былай айқындай келе, кейбір кісілерге бұлайынша енді жоқ деп жауап қатқан күндер де болды. Өйткені мақсаты бір адамның мүддесі үшін, бір неге бір халыққа емес, елге емес, бір адамның мүддесіне кейбір кезде шараларды айтып та келіп жатады. Ондай да шаралар болды. Ондай кезде мысалға жоқ, біз келіспейміз деп айтып жатамыз. Кейбір кісілерді жалпы іске келіп, мысалы осындай дүние керек еді дейді. Не шараға деген, осындай енді қайырымдылыққа деп атады. Мынау менің қосқаным. Бұған сіз ақшасын бермей ақ қойыңыз. Енді сөздің шыны келген кезде менде бары осы сол енді спорттық тауарлар, енді қолымда бар дүниеді. Мен осы қолымда бар дүниемен әйтеуір кімге болсын, әйтеуір қай жағынан болса да қолымнан келгенше көмек жасағым келеді. Бұл жерде мақсат бағана айтып өткендей не бере алам. Осы спорттық шаралар арқылы қоғамды бір әйтеуір салауатты өмір салтын қалыптастырсақ, онан қалды әйтеуір орта қалыптастырсақ, бір кішігірім бір иманды, бір жаман жолға түспеген сол қоғам арқылы әйтеуір өзіміздің ұрпақтарымызға қызмет жасасақ деген ой. Енді салиқалы, саналы, мәдениетті, бір интеллектуалды ұрпақты тәрбиелеуге, денсаулығы мықты ұрпақты тәрбиелеуге бір үлесімді қоссам дейсіз ғой жалпы. Жалпы мақсат сол. Тамаша. Енді Асеке, сұхбатымызды өзіңіздің спорттық дүкендер желісінде жалғастырсақ, Биалида. Қалай қарайсыз? Жарайды. Біз жаңа айтқандай сұхбатымызды сіздің дүкендер желісінің бір бутигінде жалғастырып жатырмыз. Жалпы осы кәсіпті бастау тарихын айтып берсеңіз, алғашқы кезінде қандай қиындықтарды бастан кештіңіз? Мен жалпы саудаға 2004 жылдан бері араласып жүрмін. Ол кезде енді бытовой техника саттық. Кейін осы 2015 жылы осы ең бірінші бірлік сауда үйінен осы бутикті аштық. Сонан бері қарай осы 6 жылдың ішінде қалада 3 сауда орнынан бутиктер аштық. Алдағы уақытта енді басқа қалаларға шықсақ деген ой бар. Енді бұл енді кәсіп болғаннан кейін кәсіптің сәтті кезеңі болады, сәтсіз кезеңі болады. Сондай бір сәтсіз кезеңдер болған кезде өзіңіз қалай еңсересіз сол моменттерді? Енді саудада әркімнің өзінің ұстанымы болады. Енді жалпы менің ұстанымым барлық нәрсе енді есеп неден бөлек өзі беретінде, алатында Алла. Жалпы сол қағидатпен жұмыс жасаймын. Енді қиыншылықтар жаңағыдай биік те болады, өзі бір төменге түсетін кездерде болады. Ең біріншіне оған қатты бір стресске түсіп, бір уайымдайтын дүние емес. Өйткені әрекет жасап отыратын болсаң, әрекеттің артында берекет бар, ол келеді. Жалпы Асеке, мен сұхбаттан байқап отырмын, сіз сөздің адамы емес, істің адамы екенсіз. Жалпы ол айта кеткім келген жайт. Енді осы біреулер кәсіп бастаған кезде мейрамхана дейді, донер ашады, фастфуд ашады. Енді оларға бір тиісіп жатқаным жоқ, бірақ бір сондай бір трендте не бар, сондай азық-түлік дүкендерін ашады да. Бірақ сіз неліктен осы спорт дүкенін ашуды жөн көрдіңіз? Және оны үш рет желі қылып тастадыңыз, 3 жерден ашып, одан республикаға шыққыңыз келіп жатыр. Неліктен спорт тауарлары? Енді жалпы кәсіпті бастаған кезде адам 5 жылдан кейін, 10 жылдан кейін сол кәсіпті көре алса, сол кәсіппен айналысқан жөн деп ойлаймын. Мен осы спорт саласын таңдағаным, осы
спорттық тауарлар арқылы бұқаралық спортты дамытуға үлесімді қоссам, онан қалды әйтеуір дені сау ұлт былайша жалпы ол әр кезде де мен ойлаймын бір спорттық тауарлары ол әр кезде сұранысқа ие болады. Өйткені қазіргі жағдайда адамның көбісі жаңағыдай жұмыстары да отырықшы күйде, онан қалды қазір енді тамақтың да ас қорыту жүйелері барлығы енді айналып келген кезде ол спорт ешқашан да өлмейді. Адам жалпы болған кезде осы экономика қимылдап тұрса, осы спорт тауарлары өтеді, және де осы спорт тауарлары арқылы мен өскелең ұрпаққа бір болашақ чемпиондар дайындауға көмектессем деймін. Енді Асеке, денсаулық демекші, пандемия келгелі бері денсаулықтың қадірін білдік шынымен де. Осы сіздің кәсібіңіз берекелі болсын, жалпы ұлттың денсаулығына үлесін қоса берсін. Енді менің бір жақсы көретін моментім бар, блиц сұрақтар деген. Соған көшсек, ең бірінші сұрағым, ұлы қазақ деп кімді айтар едіңіз? Ұлы қазақ деп енді қазіргі уақытқа келетін болсақ, мен өзім Мұхтар Шахановты айтар едім. Ол енді адам енді жалпы бәрімізде де мінез бар. Бір кісілердің енді бір бетіне шығып тұратын мінезі болады ғой. Бір о кісіде мен бір енді жалпы көзінен елге, жерге деген бір қазақ тіліне деген бір ұстанымы ұнайды. Сол үшін о кісіні енді мен жалпы құрметтеймін. Ал енді осыған дейінгі енді қазақта жалпы бір ғана бір адаммен тоқталмайды. Ахмет Байтұрсынов осы біздің Алаштың ардақтыларын барлығын айтып шығуға болады. Бірақ өзіңізге Шаханов қазіргі уақыттағы мен енді әркім енді уақытында көз көрген дүниесіне жауапты ғой. Қалған енді тарих ол айта береді, жаза береді. Уақытында енді оны көрген кезде айта жатармыз. Келесі сұраққа көшсек, қоғамның ең басты ауруы не деп ойлайсыз? Қоғамның жалпы еліктеушілік көп. Бір хайп дейді қазіргі заманда. Любой нәрседен бір пиар создавать етіп, соны бір сосын бір жаңа не десе болады, бір тез танылсам, көзбояушылық. Сосын жаңағы бағана айтып өткендей, халық адал еңбектен қазір менің ойымша алыстап бара жатқан сияқты. Тез байысам дейді. Мысалға мен кәсіп саласында болғандықтан, кәсіп ашқаннан кейін адамдар бүгін ертең соның бір прибылі келіп, пайдасы түсіп, бір мен бай болсам дейді. Мәселе сода. Ол мысалға 5 жылдан кейін мен осыны көрсем, 10 жылдан кейін осындай жағдайға жетсем деген енді қазір адамдарда ой аз болып бара жатыр. Келесі сұрақ туындайды. Кәсіпкерге тән негізгі 3 қасиетті атап өтсеңіз. Болашақта болжай білу керек. Өзіңнің ашып жатқан кәсібіңе сену керексің. Сенімділік болу керек адамда. Так. Үшінші, адал болу керек. Енді соңғы сұрақ, клиенттікі үнемі дұрыс деген қағидатты өзіңіз ұстанасыз ба бизнеста? Жалпы 50-50. Дұрыс кезі болады, дұрыс емес кезі болады. Қай жағдайда мысалға дұрыс емес, дұрыс деп мысалға? Енді адамның жаңа енді адам арманы таусылмайды жалпы. Біз бұл дүниені жалпы үйден тігіп жатқан жоқпыз, қолдан жасап жатқан жоқпыз, бізде алып келіп сатып жатырмыз. Енді кейбір кезде адамдардың жаңағы енді сұраныстары бір енді неден шықпай қалып жатады. Мысалға мынау мен бір затқа енді астын үстін ауыстырып алсақ дейді. Кейбір кезде нестандартный адамдар болады енді жалпы. Енді ол бір эфирға шығаратын сөз емес. Енді Сізді түсіндім. Жалпы тапсырысқа сұраныс сай болу керек, сұранысқа тапсырыс сай болу керек қой негізі. Екеуі бір ұштасқан кезде бір түсіну бір деңгейі шығады. Енді Асеке үлкен рахмет. Жалпы Биали спорт дүкендер желісіне алдағы уақытта сәттіліктер тілейміз. Үлкен дүкен болып кеңейе беріңіздер, кәсібіңізге береке берсін. Біздің тараптан сұрақтарға жауап бергеніңізге үлкен рахмет. Енді келесі кездескенше рахмет аға үлкен. Рахмет. Ардақты ағайын, бүгінгі бағдарлама өз мәресіне жетті. Келесі аптада аман сау жүздескенше. Сыр жастары әрдайым көш басында.
ташы KZ